қымбатты көрермен, Бастау медиа группасында жаңа бағдарлама шымылдығын түрмек. Ал бағдарламаның алғашқы кейіпкері театрдың талантты актрисасы Жанна Өтеген. Ендеше кейіпкерімізбен бірге театр өміріне бірге саяхат жасайық. Жанна Өтеген 1985 жылы Алматы облысы Ұйғыр ауданы Шонжа ауылында дүниеге келген. Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының түлегі, Тахауи Ахтанов атындағы облыстық драма театрының актрисасы, Ракета мектебінің ұстазы, ең үздік эпизодтық роль, ең үздік әйел рөлі номинациясының жүлдегері. 2016 жылы Ақтөбе облысының әкімі Бердібек Сапарбаев табыстаған үздік актриса 2016 атағына ие. Алда көретіндеріңіз сахна сыртындағы өмір, қызу дайындық, грим, өзге кейіпке ену, образ, костюм, баянсу спектакльмен би. Мен Жанна Өтеген, бақыт қызы, Алматы қаласы Ұйғыр ауданында дүниеге келдім. 1985 жылы өнерге менің нағашыларым алып келді. Өнерді өзім жаным сүйіп, қалап келдім, таңдап. Өнер жол қиын жол дейді ғой негізінде. Қызға әсіресе 2009 жылы осы Ақтөбе қаласына ең алғаш қадам басып келдім. Міне биыл тура 10 жыл осы театрда еңбек етіп келе жатырмын. Бұл зал актерлардың ең керекті бізде би залы. Бұл жерде аптасына 3 рет кездесеміз. Және де одан басқа да тағы бір қосымша бізде спектакльде денемізді қыздырып, алдын ала өзіміздің денемізді дайындап алу үшін, сахнада еркін тұрып, еркін жүру үшін осында келіп, міне осы станоктарда біз денемізді әбден қыздырып аламыз. Актерлар сағат 10-нан бастап біздің даусымыз оянады, денемізді қыздырып аламыз. Басқа мамандықтардан қарағандағы ерекшелігі, қызығы сода. Және де бір орнымызда отырмаймыз. Осы залда айналып жүгіріп, денемізді қыздырып алып, сосын осы станокта әбден денемізді растяжка дейді ғой, созып алып, сосын барып, жағы әрбір спектакльдің биімен айналысып кетеміз. Сол айна біздің досымыз негізінде, партнерымыз кейде. Айнаға қарап өзімізді дайындаймыз, айнамен сөйлесеміз, айнаға қарап бой түзейміз. Айнадан қарап кемшіліктерімізді көреміз. Жаттығу, би, қосымша актрисаның қалай өзін ұстауы, тұрысы, жүрісі, сахнадағы қозғалысы, еркін сөйлеуі барлығына осы зал көмек көрсетеді. Мұнда бізде прокатқа берілетін киімдер. Бұл енді біз емес, бұл театрдың прокатқа берілетін. Орыс труппасынікі бөлек, қазақ труппасының цехы. Ал қазір бір-екі костюмдерін көрсетіп жүрейін. Мынау бүгінгі менің кейіпкерім. Бұл ене мен келіннің арасындағы көрініс, спектакльдің аты келіндер көтерілісі деп аталады. Сол мен келіндерінің бір келін ойнаймын, Мұқайоны. Комедия бұл да. Сол кейіпкерімнің костюмы. Міне осы костюмдер енді біз спектакльға дейін осында сақталады. Сол бұл кісілер үтіктеп, дайындап, жаңағыдай гримеркамызға әдемілеп апарып қояды. Оны біз жаңағы боянып, дайындалып, прическамыз, шаш үлгісін дайындап келгеннен кейін киініп, залға шыға қоямыз спектаклімізге. Мына Айман Шолпандағы Шолпанның рөліндегі сомдайтын костюм киіп шығатын. Қозы көрпеш баян сұлу спектакльмен осы бас киіміне. Әр өзінің кейіпкердің бас киімі өзгеше. Орнаменті өрнегі ол әр нәрсені өзі білдіртеді. Мысалы, Күнекейдікі, Қарабайдікі, қозы мен этностильді білдіреді. Режиссердің өзінің енді идеясы, бұл тапқырлығы, өзінің айтайын деген ойы, бірақ символика білдіретін махаббат. Екі жастың бір-бірінің махаббаты. Мынау бас киім Қарабайдың бағып алған өгей қызыныкі, таңсықтыкі. Бұны енді режиссер бұғы деп алды. Есіне өте адал,
Сол сияқты бұл қыздың рөлі де сондай, өзінің жаңағы өгей отбасы болса да, сол семьяға өте адал, еңбекқор, еңбек етіп келе жатқан қыздың несі, белгісі. Жаңа жылдық кейіпкерлер жаңағы нелер ғой? Миньондар, современный миньондар. Жаңа жылда қойылды бұлар. Міне, андай. Аналық, аталық деп екіге бөлінген. Мына жақта жүрсеңіздер, бүкіл спектакльдердің декорациясы камерный спектакль болды. Олжас Сүлейменовтің Қызыл жусан деген. Қазақ хандығы туралы, Жәңгір хан, жаңағы Махамбет, Фатима ханым, солар туралы болғанда біз 4 актер осы реквизиттер, міне біздің жаңағы сахнада декорация дейді. Осы декорация арқылы біз ойнатамыз. Мысалы, мынаны бұл декорация шықты ма, бұл декорация ойнатылу керек. Не үшін шықты, қандай мақсатпен шықты, қандай іс-қимылға қолданады, бұл нені айтқысы келді. Сондай декорациялар бұл топ тұрған. Міне бүкіл цехтың ішінде, мынаның ішінде бүкіл дайын жиналып тұрады. Мына барлығы қолмен жасалатын тастар, осы кісілер барлығы іште, осы біздің театрда жасалған. Али апамыз келді. Реквизиттердің бас меңгерушісі. Осы кісі біздің бүкіл реквизитімізді қолымызға мә деп ұстатып жүреді. Біздегі сахнаның жүріп тұрысына, қолдануына, қоюына, барлығына әр маман жауап береді. Костюмерге, бояу, гримерына, бұл кісі реквизиттерін өте жақсы көреді. Сол әр реквизитті жинап, оқыпты. Енді өз жұмысының маманы. Бұл менің енді екінші үйім десем де болады. Өмірімнің тең жартысы осы бөлмеде өтеді. Бұл бөлмеде біз 3 актриса отырамыз. Роза Ерболатовна, Розалина Айгуль деген міне. Осы қыздармен мен 2009-дан бастап осы гримеркаға кіргеннен қазір міне 10 жыл болыпты. 10 жыл бір-біріміз бір үйдің қызындай. Осы кішігірім өзіміздің уютный бөлмемізде бүкіл неміз өтеді, уақытымыз. Осы жерге біз келеміз, міне киінеміз, киімімізді ілеміз, кішігірім шайымыз, тамағымыз кеуіп бара жатса, шайымызды ішеміз, 3 қыз осында әңгіме айтамыз, рөлдерімізді талқылаймыз. Бұл жерде енді менің жағы рөлге дейінгі өзімнің боянуым, дайындық жұмысым, киініп, костюмдерім барлығын қарап, толық өзімді дайындап, осы жерде отырып, дайынмын болдым дегенде жаңағы сахнаға түсемін. Оған дейін осы бөлмеде өтеді уақытым бәрі. Міне осындай афишалар болады кейде. Премьера болды бізде Айгүл Иманбаева, міне осы кісілер. Әбділманов ағаларымыз келіп, біздің әртістермен бір керемет. Лидия апамыз бүгінгі спектакльде де осыдан 2 жыл бұрын келіп, осындай комедияға басты рөлде ойнап кетті бұл кісілер. Және де осындай әрбір әртіске, осындай әртістерге берілетін репертуар. Бұл репертуар не үшін беріледі? Әр әртіс өзі қай спектакльде ойнайды, қай күні қандай спектакльдер жүреді. Осы айдың бір айға арналған репертуар. Міне, әр күні қандай сағатта, қандай уақытта, қандай күні, қандай спектакль болатын осында жазылып тұр. Негізінде актер шеберлігі ол көп уақытты талап ететін, көп еңбекті, көп уақытты талап ететін мамандық. Рөлді актриса, профессиональный актриса маман иесі, оны таңдамау керек. Партнерді таңдамау керек. Менің айтарым, партнерді таңдап жатады кейбіреулер. Мен осы актермен ойнасам, мысалы, Айгүл Иманбаевамен, Болат ағамен ойнағым келеді, мен Лидия апаймен ойнағым келеді, мен ана кісімен таңдамау керек. Қай артист берілді, қай артистпен жұмыс жасау керек, ол іштей дайын болу керексіз. Менде болды, көңіл күйім болмай, үйден келдім. Алмаған жаңағы керемет бір характерный, сондай күлетін, сықылықтап тұрып күліп, кәдімгідей сахнада 2-3 түрлі образда ойнайтын характерный рөлді берілген. Сол кезде образ, мен кірдім, темп жоқ, бір айтты, ағай 2 айтты, одан кейін не болды деді. Мен айтам, үйде осындай, ағай, біз келген театрымыздың
сыртына сол проблемамыз дейміз ғой, жаңағы тастап кетеміз. Кіргенде біз басқа болу керекпіз. Ол біздің мамандығымыз. Шыққанда сол проблеманы алып үйіңе кет дейді. Біз солай үйретті. Талай болды. Мен ауырып, дублерім жоқ, есігім қаққанда, өтірік айтпасам, міне 4 жыл бойы ойнап келе жатырмыз, күніне 4 рет қойылды. Мен бір күні температура жетіп, кәдімгі қатты ауырып келдім. Ойладым, атымен болатын шығар. Халық келіп тұр. Біз халыққа түсіндіре алмаймыз ғой. Біздің актрисамыздың дублері жоқ еді, ауырып тұр. Ол кісі сырқаттанып тұр, жағдай болмай тұр, дауысы, тамағы ауырып тұр, ангинасы болып тұр деп біз халыққа түсіндіре алмаймыз. Халық билет алып келді ма, біздің ойнау міндетіміз. Сол кез келген уақытта біз дайын болу керекпіз. Әр актриса, актер ол міндетті халықтың алдында өзінің берілген рөлін ойнап шығуға. Қазір біз сол театрға, спектакльге дейін боянып, шаш үлгісін жасайтын жерде үлкен цехымыз бар. Сол цехке кірейік. Манекен наған кидіріп қояды, жаш аштық париктер дайындайды, спектакльге киетін әшекейлерім, басыма тағатын, барлығы осы цехта тұрады. Әркімдікі өзінің, міне осындай қорапшада келіндер көтерілісі деп арнайы осы спектакльдің. Міне мынау менің бас киімім. Жаңағы кешкісін киетін бас киімім, міне осыны. Міне мынадай біздің профессиональный гримдеріміз айтпақшы. Міне осындай гримдер жаңағы. Міне осындай гримдермен біз бетімізді әрлейміз. Бір адамға енді 40 минут, жарты сағат, 45 минут, әр қалай, әр уақытта. Міне үйленудегі менің ол жерде комедия бағана айттым ғой. Абадогым, Фатам жаңағы. Дәл осындай, міне осындай образда. Міне көрдіңіздер ма, өзгеріп шыға келдім. Басқа образда. Осылай болады, міне, осылай қойылады, кейде шаш жалғанады, кейде парик киеміз. Айман Шолпанның шашы бар. Оның шашы деген енді ұзын әр неде жалғанады, өрлет. Екі жағының шашын өрем болса. Осындай қылып, осы шашты өрет, ұзын қылып, менен жалға өрет. Осы жақтан әдем болып, күшті болып шығамыз, қайтадан осы жақтан шешіп алады сосын. Шаштарға, натуральный шаштар тоже. Burada натуральный шаштар, жалғаймыз керек кезде. Тақалдар диагноз қойып қоямыз, олар уже амал не ғой. Клеймен клейленіп жасалынады ғой, әр образға. Сетканы, сеткіге осылай өзіміз жасаймыз қолдан. Сеткінің үстіне. Мынау жаңағындай шаблондар көрдіңіз бе? Мында бәрі тақал. Мұртынан бәрі. Осыған осылай бәрі тағам. Бұл театр, қарбалас өмір, қошемет, керемет образ сомдау. Бұл менің таңдаған мамандығым. Бұл менің таңдауым. Әр рөл өзі бір сабақ, қояды кейде жынды етіп, күлкісі келіп тұрса да, біреу болып жылау міндеті. Бұл актердің міндеті, бұл актердің таңдауы, бұл Жанна Өтегеннің таңдауы. Ал келесі кейіпкеріміздің таңдауы қандай болмақ? Take me to outer space. I want you to be my friend. We'll make it to the world and